705 есеп мүмкін болатын мәндері 5 санынан басқа барлық рационал сандар болатын айнымалысы бар өрнек құрастыру қажет. Біріншісінде, яғни айнымалыны x деп алайын, x тең емес 5 болу керек, яғни санды 0-ге бөлуге болмайды. Бөлімі 5 болып, жаңағы 0 болып кетпейтіндей, сан 0 болу үшін қалай айтсам, қазір құрастырайық бірінші. Мысалға 2x бөлу жақша ішінде x минус 5 болсын. Мұндай өрнекте бөлгіш x минус 5 болып тұр ғой. Бұл 0-ға тең болмау керек. Ал 5-ті қойсақ, ол 0 болып кетеді. Сондықтан 5-ті қабылдамайды. 5-тен басқа барлық санды қабылдай береді. Осы сияқты кез келген мысал құрастыруға болады. Мұна 2x-тің орнына кез келген санды өрнекті жаза береміз. Екінші айнымалымыз қабылдамау керек минус 7,3-ті. Бұнда сонда 6 бөлу деймді. Жақшаның ішіне жазайын. X минус 7,3-ке тең, онда не деп жазсақ болады? Мен 2-ге көбейтек, қызықты болу үшін кішкене бөлікте оқып жазайын. 2-ге көбейтсем минус 6 14 минус 14,6 шығады, осыны минус 2x дейін. Осыны күрделі бір өрнек құрастыруға болады. Минус 2-ні минус 7,3-ке көбейтсең, плюс 14,6 шығады. Плюс 14,6 минус 14,6 0-ға тең болып кетеді, сондықтан мұна мәнді қабылдамайды x. Осындай бір өрнек құрастыруға болады. Үшіншісінде x қабылдамау керек, минус 4,2 және де 0 сан. Ондай болса, 2 бөлгіш бар болу керек деген сөз. Мұны қатар-қатар бөлу деп жазуға болады, болмаса қосынды түрінде жазуға болады, айырма түрінде жазуға болады. Мысалға 7 бөлу жақша ішінде 4,2 плюс x ең жеңілі. 4,2 x-ның орнына минус 4,2-ні қойсам 0 болып кетеді, сондықтан оны қабылдамайды. Бөлгіш 0-ға тең емес. Және плюс 6 бөлу x дейміз. Бөлгіш x қана ғой, 0 болуға болмайды x. Осындай өрнек құрастыруға болады. Немесе қатар бөлу x деп тіркей салуға да болатын еді. Төртінші, x-іміз тең емес минус 3-ке, x-іміз тең емес 3-тен 1-ге. Енді мына жерде тіркей салайын қазір. Мына жерде мысалға x қосу 5 болсын, бөлу бөлгішіміз минус 0-ға тең емес, сонда минус 3-ті қойуға болмайтындай нешені қойуға болады? 2x деп жазайын. Тағы кішкене қиындатып. 2x деген ол 2 көбейтілген минус 3, минус 6 ғой. И плюс 6-ны қойсам, сонда минус 3-ті қойуға болмайды. Минус 6 плюс 6 0 болып кетеді. Бөлгіш 0-ға тең емес. Енді келесі бізде 3-тен 1-ге тең болмайтындай бөлу дей саламда жалғастырам. Мұнда енді 3-тен 1-ді 9x болсын. 9 көбейтілген 3-тен 1 3 болады ғой, сонда минус 3. Осылай құрастырайық. Мұна жерге 3-тен 1-ді қоюға болмайды, мұнда минус 3-ті қоюға болмайды. Сонда x-іміз осы 2 мәннен басқа барлық санды қабылдайды. Бұл жерде мұна құрастыратын өрнектер әркімде әртүрлі болу керек. 706 есепте берілген теңсіздікті қанағаттандыратын барлық натурал сандарды атаңдар дейді. Енді біріншісін жазайық. Бұл жерде минус 2, а-мыз минус 2-ден үлкен не оған тең, бірақ 6-дан кіші, және 2-ден үлкен, бірақ 9-ға тең не одан кіші болатындай дейді. Ондай болса, а тең болады. Натурал сан дегеніміз ол 0 санауда қолданатын сандар, бірден басталады, яғни 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Ондай болса, бізде мына жерде 2 теңсіздіктің қиылысуы. А-мыз 2-ден үлкен болсын дейді, онда минус 2-ні алмаймыз. 2-ден үлкен сандарды аламыз. 2-ден үлкен бірінші ол 3, одан кейін ол 4, одан кейін ол 5, 6-ны алмаймыз, өйткені 6-дан кіші болсын дейді. Сондықтан осымен аяқтаймыз. Екеуін де қанағаттандыру керек қой, сонда осындай 3 натурал санға тең болуы мүмкін екен. Енді екінші теңсіздікті қарастырайық. Бұл жерде а 0-дан үлкен не оған тең, бірақ 5-ке тең не одан кіші болу керек дейді. Және де 1-ден үлкен
бірақ 4,5-тен кіші болу керек дейді. Бұл жерде мына бірінші шеткі мәні ең үлкені бірден үлкен болу керек, иә, нөлді қарастырмай қойымыз. Нөл уже кірмейді бірден үлкенге. Бірден үлкен болу керек, бірақ 4,5-тен кіші. Ендеше бірден үлкен бізде 2, одан кейін 3, одан кейін 4. 4,5-тен кіші болу керек, одан артық санды ала алмаймыз. Осы 3 мәнді қабылдайды екен. Үшінші, амыз минус 1-ден үлкен, бірақ 30-ға тең не одан кіші дейді. Амыз 28-ден үлкен не оған тең, бірақ 30-дан кіші дейді. Бұл жерде а тең болады. Минус 1-ден үлкен болу керек, 28-ден де үлкен болу керек. Ондай болса 28-ді алам 1-ден 28-ге тең болуға болады. Одан кейін одан үлкен 29 бола алады. 30 бола алмайды, өйткені 30-дан кіші болсын дейді. Мына жақта тең болғанымен, мына жақта кіші болсын дейді. Сондықтан 30-ды қабылдамаймыз. Төртінші, бізде 4-те 7,4-тен а үлкен не оған тең, бірақ 20,5-тен кіші не оған тең дейді. Екінші теңсіздікте 7,50-ден 2-ден үлкен не тең, бірақ 20-дан кіші не оған тең болу керек дейді. Амыз бұл жерде шеткі мәннің 7,50-ден 2 деген ол 100-ден 4, иә, 100-ден 4. Мынау 7,4, 7,4-ден үлкен. Сонда мынадан да үлкен болсын дейді. Ендеше ол бірінші бүтін сан ол 8. Одан кейін 9, 10, онда 20,5-тен кіші, 20-дан кіші, яғни 20-дан кішіге дейін қабылдаймыз. Не оған тең? 20-ға дейін барлығын жазып шығамыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 осыншама мәнді қабылдайды екен бұл теңсіздікте. 707-ші есеп. Берілген өрнектің мәні біріншіде Каспий теңізінің тұздылығының көрсеткішін пайыз есебімен береді дейді. Ендеше табайық. Бірінші, минус жақшаның ішінде 101,1 қосылған 84,185 бөлу жақша ішінде минус 22,181 қосылған 23,106 көбейтілген минус 0,2. Өрнектің мәні тұздылық көрсеткішін береді дейді. Ендеше бірінші жақшаны, екінші жақшаны, одан кейін бірінші бөлуді, одан кейін екінші бөлуді орындаймыз. Бірінші амал. Бұл жерде таңбалар әртүрлі, үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қоямыз. Сонда 101,1-ден азайтамыз 84,185-ті. Нөлмен толықтырамын мына жерді. 10-нан 5-ті алсам 5, 0 қалды, біреуін берем, 10-нан 8-ті алсам 2, өтір, мұнда 0 қалды. Бірді таратамыз, 10-нан 4-ті алсам 6, 9 түсет, 1 қалады. Таңбасы үлкеннің минус 16,125 шығады. Екінші амалда таңбалар тағы әртүрлі, үлкеннің таңбасы плюс 23,106-тан азайтамын 22,181-ді. 5, онда 10-нан 8-ді алсам 2, өтір, 2 қалды, 0 болады. Үшінші амал. Минус 16,125-ті 0,125-ке бөлеміз. Бөлгіш бізде бүтін бол керек. 2 рет өтір жылжытсақ, мынадан да жылжытамыз. Сонда 1625 бол кетеді, оны 25-ке бөлемін. Шығады 162-нің ішінде 25. 6 рет барда 0, ойда 15, 150-ді азайтамын. 12 қалдық, келесі 5 түсірем, 125-тің ішінде 5 рет бар. Азайтамын, 125-ті 0 болады. Сонда шығады 65. Үлкен таңбасы, мына жерде біреу минус, біреу плюс, бөлген кезде минус шығады. Минус 65 шығады. Төртінші амал, көбейтілген теріс сан мен теріс санның көбейтін соңғы санның плюс шығады. 65-ті көбейтеміз 0,2-ге. 0, бір ойда, 12 ойдағы мен 13, өтірден кейін бір орын, бір орынның алдына өтір қоям. Сонда 13 бүтін шығады екен. Сонда 13% бұл Каспий теңізінің тұздылығы. Енді екінші өрнектің мәнін тапсақ, біз
Каспий теңізіндегі балықтардың дүниежүзілік қорындағы көрсеткішін пайыз есебімен аламыз екен. -2,5 қосылған 8,1 көбейтілген жақша ішінде 1,24 азайтылған 7,79 қосылған 126,68. Бірінші жақша, екінші жақша көбейтіліп, одан кейін қосу. Бірінші амал. Үлкеннен кішісін алып, үлкеннің таңбасын қоямын, үлкеннің таңбасы плюс. 6 болады, өтір 7 қалды, 7-тен 2-ні алсақ 5, 5,6 шығады. Екінші амалда азайтамын, тағы да үлкеннен кішісін алып, үлкеннің таңбасын қоямын, үлкеннің таңбасы минус. 7,179-дан азайтамын 1,124-ті. 5, өтір 6. Үлкен таңбасы минус дегеніміз, минус 6,155 шығады. Үшінші амал көбейтілген. Енді цифры көп санды үстіне жазайын. Көбейткіштердің орналасқанымен мәні өзгермейді ғой, сонда 6,155 көбейтілген 5,6. 0, 3 ойда, 30 ойдағы мен 33, 3 ойда, 36 ойдағы 3 пен 39. 5-ке көбейтем 25, 2 ойда, 25 ойдағы мен 27, 2 ойда, 30 ойдағы мен 32. 0, 8, 6, 1 ойда, 5 ойдағы мен 6, 3. Өтірден кейін жалпы 3 сан, 1, 2, 3 санның алдына өтір қоямыз. Енді біреу минус, біреу плюс болған кезде минус шығады. Минус 36,168 шығады екен. Төртінші амалда қосу. Үлкеннің таңбалары әртүрлі ғой. Үлкен таңбасы плюс. Сонда плюс шығады 126,168-ден азайтамыз 36,168-ді. 0, 0, өтір 0, 9 болады. 90. 90%. Бұл бізде Каспий теңізіндегі балықтардың дүниежүзілік қорындағы көрсеткіші. Дүниежүзілік балық көрсеткіші, яғни балықтың сонда 90%, түсінбедім. Дүниежүзілік балық қоры көрсеткішін береді екен. Енді мұнан барлығын өшіп тастайық. 3 пен 4-те есептеп көреміз. Үшінші өрнекте біз Каспий теңізіндегі өсімдіктер түрін табады екенбіз. Жақша ішінде 12,908,6 қосу 966,9 бөлу жақша ішінде 11,813 қосылған 15,938. Бірінші жақша, екінші жақша бөлуді орындаймыз. Бірінші амал қосу. 12,908,6-ға қосамын 966,9-ді. 5 бір ойда, 14 ойдағы мен 15 бір ойда, 7 ойдағы мен 8 бір ойда, 3 бір. Енді екінші амалда тағы қосу. 11,813-ке қосамын 15,938-ді. 1 ойда, 4 ойдағы мен 5, 7 бір ойда, 6 ойдағы мен 7, 2. Үшінші амал бөлу. 27,751. Так, бөлген кезде бөлгіш бүтін болу керек. Өтірді 3 рет жылжытамыз. Онда мынаныкіде 3 рет жылжиды. 13,875 болған. 1 рет жылжыды, 2 рет 0 қосылады онда. Бөлу 27,751-ге. Бұл жерден 27,000 болса, 138,000-нан бастаймыз. Бұның ішінде енді шамамен 5 десек, 10, ойдағымен 13. 13 болғанда, так, 35, мұнда 3 қалған, 8, шамамен 5-тен беруге болады. 5, 25 2 ойда, 35 ойдағымен 37, 3 ойда, 35 ойдағы 3 пен 8, 10 ойдағымен 13 болады. Тура шығады екен, келесі 0-дер түсіргенде 0, 0-де 0, 500 шығады. Жауабы 500. Өсімдік түрі бар екен. Каспий теңізінде. Енді төртінші өрнек.
312 бөлу жақша ішінде 24,89 азайтылған 26,14 қосу 1103,6. Бірінші жақша іші бөлу, одан кейін қосу амалын орындаймыз. Бірінші амал. Үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қоямын. Сонда 26,14-тен азайтамын 24,89-ды. Мұнда 5, 0 қалды 2 болады. Өтір мұнда 5 болды 1. Үлкен таңбасы минус, яғни минус 1,125 шығады. Екінші амалда бөлгіш 1,125, өтірі 2 рет жылжытамыз. Онда 312-ге 2 0 қосылады. Бөлеміз 125-ке. 312-нің ішінде 125. Так, 3-тен берсек, аз кетеді, 2-тен береміз. 250-ді азайтамын. 2, 6, 62 қалдық. Келесі 0 түсірем, 620-ның ішінде шамамен 5-тен берсек болады. Жоқ, 5-тен болмайды. Достар. 5, 2 ойда 12 асып кетеді. 5-тен бермейміз, 4-тен беру керек болады. 4-тен береміз. Сонда 0, 2 ойда 0, 1 ойда 5 болады. 120 қалдық. Келесі 0-ді түсіреміз. 1200-дің ішінде, так, 1000-ның ішінде 8 рет қой, сонда 9, шамамен 9-дан береміз. Сонда 5, 4 ойда, 18-ге 4 қоссақ 22, 2 ойда, 9-ға 2-ні қосам 11. Сонда 5, мұнда 9-дан 2-ні алсақ 7, 75. Енді өтір ойдан 0 береміз. 750-дің ішінде 125. 6. 6-дан 0, 3 ойда, 12 ойдағы 3 пен 15, 1 ойда, 6 ойдағы мен 7. 0 қалдық. Сонда осы шығады екен. Үшінші амалда мұна бөлгіш, бізде мұнада біреу минус, біреу плюс болды ғой, сондықтан минус шығады. Минус 249 бүтін, мұнадан кіші. Ондай болса үлкені 1103,6. Одан азайтамын 249,6-ны. Сонда 0 өтір 100 таратам, 13-тен 9-ды алсақ 4, 9 түсет, 9-дан 4-ді алсам 5, мұнда 10 қалды, 8 болады. 854 бүтін шығады екен. 854 бұл бізде балық түрі екен. Каспий теңізінде мекендейтін балықтардың түрлері 854. 708-ші есептеп берілген өрнектерді есептеп тарихи мағлұматтар аласыңдар дейді. Есептеп көрейік. Бірінші өрнек 10-ның 3 дәрежесі қосылған, 30-дың 2 дәрежесі қосылған, 0,139 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Бұны жалғастырып орында берейік. 10-ның кез келген дәрежесі болғанда неше дәреже болса сонша 0. 3 дәреже болса 1, 2, 3, 0. Қосамыз. 30-дың 2 дәрежесі деген 3 көбейтілген 3, 9 және 2, 0 болады. Қосамыз. 0,139 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі ол 100. Екеуін қосып алайық 1900. Оған қосамыз. 100-ге көбейткенде 2 өтір артқа, сонда 39 бүтін шығады. 1939 шығады екен. Бұл Ленфильм киностудиясында қазақ көркем киносының алғашқы перзенті Амангелді фильмінің түсірілген жылы екен. Жыл Амангелді деп жаз қойық. Амангелді фильмі түсірілген екен осы жылы. Енді келесі екінші өрнекте 2 көбейтілген 30-дың 2 дәрежесі қосылған, 10-ның 2 дәрежесі қосылған, 0,121 көбейтілген 20-ның 2 дәрежесі. 2 көбейтілген 30-дың квадраты ол 900, қосамыз 10-ның квадраты 100, қосамыз 0,121 көбейтілген 20-ның квадраты 400. Сонда болады екеуін көбейтіндісі 2-ге 1800, қосылған 100, қосылған 21-ді, мұна 2-0, артқа өтірін жылжытады. Сонда 21 бүтін болады. 14-ке көбейтсек 84 болады. Қосамыз. Мұна 1800-ге 100-ді қоссақ 1900, оған 84-ді қоссақ 1984.
Бұл бізде өрнегінің мәні Қазақфильм киностудиясына ұлттық кинематографияның көрнекті қайраткері Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың аты берілген жылға сәйкес дейді. Осы жылы киностудияға Шәкен Айманов аты берілген екен. Шәкен Айманов атындағы киностудия деген, 1984. 709 есеп. Өрнектің мәнін табу қажет. Бірінші өрнек 25 көбейтілген 0,5 қосылған 75 көбейтілген 0,5. Енді бұл жерде 0,5 ортақ көбейткіш қой, жақшаны сыртына шығарып тастайық. Сонда 25 плюс 75 болады. Сонда тиімді есептеу жолы 0,75 көбейтілген жақшаның іші 100 шығады. Ал 100-ге көбейту деген 2 0 бар, 2 өтір артқа жылжытамыз, 2 орын. Сонда 5-ке тең болады өрнектің мәні. Келесі екінші өрнекте 6,27 көбейтілген 87 қосылған 87 көбейтілген 3,73. Бұл жерде де ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарып тастайық. 87, 6,27 қосу 3,73 болады. Сонда 87 көбейтілген, мұнда қосындысы бөлшек бөлігі 0 болады да, 6 көбейтілген 3, 9, ойдағымен 10 болады. 10-ға көбейтсек 870 шығады. Үшінші өрнек 100,9 көбейтілген 483 азайтылған 383 көбейтілген 100,9. Бұл жерде ортақ көбейткіш 100,9. 483-тен азайтамыз 383-ті. Сонда 100,9 көбейтілген айырманың мәні 100 болады. 100-ге көбейту деген өтірді 2 рет артқа жылжытамыз, 100 9-ға келеді, сосын 1 0 қосылады. 10.090-ға тең болады екен. 710 есеп теңдеуді шешуге берілген. Бірінші теңдеу 3х қосылған 4х тең болады 70,7. Ұқсас мүше 3х-ке 4х-ті қосамыз 7х болады, тең болады 70,7-ге. Х-ті табу үшін 70,7-ні 7-ге бөлеміз. 70-дің ішінде 10 рет, 7-дің ішінде 1, 10,1-ге тең екен. Екінші теңдеу 10х азайтылған 4х тең болады 0,6. Бұл жерде 10х-тан 4х-ті азайтамын 6х тең болады 0,6. Х тең болады 0,6-ны 6-ға бөлем 0,001 болады. 0,1.